Bizler nәпсімізді реттейік. Мына ең бірінші жаман болған нәпсінің иесінен болмайық. Одан алыс болайық, одан құтылайық, одан айырылайық. Біреулер отырады, менің мінезім сондай. Субханалла, аузубилля. Мен де шығайын, менің мінезім сондай. Сон не болады сонда? Екі атеш отырады сосын. Ешқандай пайда болмайды, ешқандай результат болмайды. Наоборот, сен айтуың керек. Жақсы жаққа бет бұруың керек. Егер біреу қателігіңді, извини, пожалуйста, бетіңе айтқан болса, действительно сен грубый қателік жібердің бе, өзгерт. Оны өзгерт. Айтпа, жоқ, анау біреуге кеп, мысалы, біздің ең жаман кемшілігіміз біреу кеп бетіңе айтсын. Кабинетке жеке кеп айтса, сенің осындай істедің деп. Айтса, сен ашуланып кетесің, ураган болып, от болып, нет, не может быть деген сияқты. Ты меня не так понял деп. Наоборот, егер саған, мысалы, действительно қателік істедің бе, жамандық істедің бе, наоборот, ойлан, шайтан болады, нет, ты не виноват дейді. Наоборот, оған, дай ответ дейді ол. Че молчишь дейді. Аузыңды ашпасаң айтады, мына бір чумой екен деген сияқты. Наоборот, сен не қылды, жауап бер дейді. Наоборот, сен не қылу керісінше, нәпсіңді жел. Ана пайғамбарымыз салсам не үшін айтты? Ас-сабру айнда садматул уля дейді. Бір әйел кісі қабірдің қасында жылап отырады. Пайғамбарымыз салсам артынан барады айтады, сабыр ет дейді. Сол кезде әйел не дейді? Илайка анни дейді. Не жоланма дейді. Бар кет дейді. Сол кезде ана әйелге айтады, ана кісіге сен неге олай айттың дейді. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ғой дейді. Сол кезде ана әйел кісі келеді пайғамбарымыздан кешірім сұрауға. Үйіне келген кезде пайғамбарымыздан кешірім сұрайды. Білмей қалдым. Сізге сондай бір сөз айттым деп. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Сабырлық дейді, ең бірінші хабар келген кезде болады. Міне. Сабырлық ең бірінші хабар келді ме, ең бірінші бір нәрсе айтты ма, сол кезде өзіңді ұстасаң, міне сабырлысың. Ал егер от болып, буран болып кетсең бітті, сенде нең жоқ? Сабырлығың жоқ та. Міне адам баласы, нәпсін жеңетін адам баласы қандай жаңалық келсе де не деп айтады? Алхамдулилля деп айтады. Алхамдулилля деп айтады. Аллаға қанағат деп айтады. Аллаға шүкір деп айтады. Бейнетте де зейнетте де. Неге өйткені ол біледі? Ол бейнет келді ме, артынан міндетті түрде зейнет келеді. Ал Алла Тағала саған зейнет берді ме, артынан мүмкін бір сынақ келуі мүмкін. Соған сен не болуың керек, сен дайын болуың керек. Демек, енді бүгінгі тақырыбымыз нәпсінің түрлерін айттық. Оларды қалай жеңу керек? Жеңген кезде ең бірінші, ғалымдар не дейді? Ықыласты құлшылық жасау керек дейді. Барлық нәрседе, құрмет жамағат. Тіршілікте болсын, құлшылықта болсын, қажылықта болсын, садақада болсын, ықыласпен жаса. Ықыласпен жаса. Ықылас дегені міне? Шынайы. Алланың разылығы үшін жаса. Алланың разылығы үшін жасадың ба, ешкімге қапа болмайсың, ешкімге ренжімейсің, ешкімден кек алмайсың, ешкімді өсектемейсің, ешкімді ғайбаттамайсың. Почему? Потому что сен оны не үшін істедің? Алланың разылығы үшін істедің.